Қыс мезгілінде суық ауа температурасы мен күндердің қысқаруына байланысты жиі суық тиеді және иммунитетіңіз төмендейді. Бұл қыс мезгіліндегі жемістер суық мезгілде дене қызуын ұстап тұру және иммундық жүйені нығайту үшін маңызды. Антиоксидант болып табылатын С дәруменіне бай. Маусымдық жемістерді жеу денсаулыққа пайдалы ғана емес, олар жаңа піскендіктен дәмді болады. Міне, қыста күнделікті дастарханыңызда болуы керек қысқы жемістер. Видеомызды бастамас бұрын созылмалы ауруы бар жандарға қандай жеміс жеуге болмайтыны жайлы ақпаратты ұсынамын. Сілтемесін комментарийге қалдырамын. Алмада неврологиялық денсаулықты жақсартатын және альцгеймер ауруы қаупін азайтатын антиоксиданттар бар. Бұл қысқы жеміс сонымен қатар қант диабеті мен тромбоздық инсульт қаупін азайтады. Күніне бір алма дәрігерді алыстатады деген. Алманы суперфудтармен салыстырады, өйткені олар көптеген қоректік заттармен толтырылған. Сондықтан бір кішкентай жемістің пайдасы көп. Эритроциттер санын сақтайтын В дәруменінен бастап ауруларды болдырмауға көмектесетін антиоксиданттарға дейін алма сізді осы қыстан аман алып шығуы мүмкін. Алма кверцетин мен пектинге бай. Олардың екеуі де алманың көптеген денсаулыққа пайдасын арттырады. Өте арзан және әрқашан маусымда көрінетін банандар бұл жүйке жасушаларының жүректің тұрақты соғуы және бұлшықеттердің жиырылуы үшін сигналдар жіберетін денеде шағын электр зарядтарын тасымалдайтын маңызды минерал және электролит кальцийдің тамаша көзі. Ал калий жасушалардағы судың сау тепе-теңдігін сақтау үшін де қажет және артық диеталық натрийдің әсерін жояды. Банандар сонымен қатар жасушаларды, магнийді, талшықты және марганецті нығайтуға және құруға көмектесетін В6 дәрумені деңгейіне ие. Бір порция немесе бір орташа піскен банан шамамен 110 калория береді. Бұл кішкентай, қызанақ тәрізді жеміс жүректің саулығын сақтауға, ас қорыту жүйесін біркелкі жұмыс істеуге және көруді нығайтуға көмектесетіні белгілі. Айтпақшы, олар дәмді және көптеген рецептермен жақсы үйлеседі. Құрманың мөлшері, дәмі және әрине түсі бойынша ерекшеленетін бірнеше нұсқаулары бар. Олар жеуге дайын болғанда олардың жұқа терісі мөлдір апельсин, ал еті ақшыл және желатинді болады. Құрмаларда маңызды дәрумендер мен минералдар, соның ішінде А, С және В дәрумендері, калий мен марганец бар. Бұлардың құрамында таниндер мен флавоноидтар сияқты пайдалы өсімдік қосылыстары бар. Құрма сонымен қатар тиманиннің В1, рибофлавиннің В2, фолий қышқылының магний мен фосфордың жақсы көзі болып табылады. Түрлі түсті жемістердің калориясы төмен және талшыққа толы. Бір ғана құрманың құрамында А дәруменінің ұсынылатын мөлшерінің жартысынан көбі бар. Апельсиндер С дәруменінің қуат көзі. С дәрумені суда еритін антиоксидант болып табылады. Ол жасушалардың зақымдануын болдырмайды. Сондай-ақ кейбір апельсин шырындары тікелей цитрус жемістерінен алатын басқа қоректің заттарға қосымша Д дәрумені бар, талшық, фолий қышқылы, калий және кальций. Сондай-ақ апельсин тектес мандарин апельсиндері де қыста тұтынуға пайдалы. Мандариндер тангело және
Келементтер жеңіл тағамдар ретінде тұрақты түрде тамақтану арасында пайдалануға болады. Мандариндердің 9 қызықты пайдасы. Қоректік заттармен қамтылған, антиоксиданттар жоғары, иммунитетті күшейткіштер, мидың денсаулығына қолдау көрсете алады, терінің көрінісін жақсартуға көмектесуі мүмкін, салмақ жоғалтуға қолайлы, жүрек денсаулығына қолдау көрсете алады, қатерлі ісікке қарсы қасиеттері болуы мүмкін. Денсаулыққа пайдасы. Лимондағы дәрумендер, талшықтар және өсімдік қосылыстары денсаулыққа маңызды артықшылықтар бере алады. Целлюлоза қабығы және шырыны иммунитетті ынталандыратын және ауру қаупін азайтатын витаминдерге бай. Лимондағы еритін тағамдық талшық сау ас қорытуға көмектеседі. Лимондар денсаулыққа басқа да маңызды артықшылықтар бере алады. Мысалы, жүрек денсаулығы. Лимондарда шамамен 50 мг С дәрумені бар. Бұл сіздің күнделікті дастарханыңызға қажет С витаминінің жартысынан астамы. Иммунитетті арттырумен қатар, С дәруменінің бұл жарылуы тұрақты тұтыну кезінде инсульт пен жүрек ауруының қаупін азайтады. Лимондарда С дәрумені, талшық және әртүрлі пайдалы өсімдік қосылыстары көп. Бұл қоректік заттар көптеген денсаулыққа пайдасы мол. Шын мәнінде лимон жүрек денсаулығына, салмақты бақылауға және ас қорыту денсаулығына қолдау көрсете алады. Мұнда лимонның 6 дәлелденген денсаулыққа пайдалары туралы айтамыз. Бірінші, жүрек денсаулығын қолдайды. Екінші, салмақты бақылауға көмектеседі. Үшінші, бүйрек тастарының алдын алады. Төртінші, анемиядан қорғайды. Бесінші, қатерлі ісіктің алдын алады. Және алтыншысы, ас қорытуды жақсартады. С дәруменінің бай көзі және сізді күні бойына қуат береді. Бұл диеталық талшықтың жақсы көзі және қысқы маусымда жейтін барлық мерекелік тағамды сіңіруге көмектеседі. Киви денеңізді пішінде ұстауға және тері ауруын жақсартуға көмектесетін қасиеттерге ие. Жүзім жыл бойы қол жетімді жеміс, бірақ олар антиоксиданттарға бай болғандықтан қыс мезгілінің жемісі ретінде пайдалы. Олар сонымен қатар тері проблемаларын болдырмауға көмектесетін калийдің жақсы көзі болып табылады. Жүзім мидың қуатын арттырады және көз бен тізеңізге тамаша. Осы тізімдегі кез келген немесе барлық қысқы жемістерді күнделікті ас мәзіріңізге қосу денсаулыққа пайдалы болуы мүмкін. Көп ұзамай сіздің иммундық жүйеңіз суық тиюмен күреседі және сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. YouTube көрейік арнасын қолдағандарыңызға рахмет.